2016 жылдың 31 қаңтарында Қостанай қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде 2 жұлдыз байқауы өтті. Қазақ халқы қашанда өнер мен өнерпазға кенде болмаған ғой, ал ән әлемдегі жұлдыздарымыздың орны бөлек. Талантты оқушылармен қатар ардақты ұстаздар қауымы ата-аналар атынан да қолдап келгендер де өз өнерлерін көрсетті. Ең алдымен мерекелі шараның барысында жұптардың кімнің нағыз жұлдыз екен шешетін қазылар алқасында Хабар агенттігінің жанды дауыс жобасының жеңімпазы, Әкөгай тобының мүшесі, Қостанай қаласының бұлбұл үнді әншісі Намиялы Динара Нұржанқызы, Өмірзақов атындағы облыстық филармонияның әншісі Санарова Галина Алексеевна және де Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстазы Зияткер клубының жетекшісі Опина Гүлім Талғатқызымен таныстырылды. Киелі сахнаның орны бөлек. Мұнда кез келген адам шыға бермейді. Тек ұялмаған әнші болады дегендей, қазақ алдында шыққанда ұялмайтын, арқасын кеңге сала білетін, өнерден хабары бар, талантты, әрі өнерпаз адамдар ғана шығады. Көрерменге маған дәл осы жоба ұнады деп бөліп жаруға болмайтынын аңғаруға болады. Себебі осы жобаға қатысу үшін барлық жоп біршама уақыт ішінде өздерін жақсы қырынан көрсету үшін бар күштерін салып дайындалғанын көруге болады. Сондықтан әр жоп өз өнерін ортаға салып, жоптардың барлығы да жоғары деңгейде екенін атап, марапаттау рәсімінде қазылар алқасы ортақ шешім қабылдады. Осымен 2 жұлдыз байқауы да өз мәрежесіне жетті. Басты мақсат бірін төрден, енді бірін өрден көрсету емес, осындай өнерпаздарымыздың өнерлерін шыңдау болып табылады.